Сәлем қыздар, бүгін сіздермен өте дәмді тамақтың рецептімен бөліскім келеді. Қалай атасам екенін білмеймін, атауы жоқ дейін. Пирожкиға да немесе бауырсаққа да келеді. Ең бірінші картопты пюре етінде пісіріп алып, одан соң укроп, сүт, ұн қосып, жұмсақ тесто ысамыз. Тестомыз дрожжсыз ештеңесі болады, картопқа аздап тұз қоссаңыз болғаны. Одан соң өйстіп бөлшектеп бөліп аламыз. Бөлшектерді домалақтаймыз. Домалақтап болған соң қайтадан осылай ұзын қылдырып мына видеодағыдай жасап шығамыз. Жасалған осындай ұзын бөлшектерімізді қатарлап қойып, барлығын бірдей размерде жасаймыз. Одан соң қыздырылған ыстық майға бауырсақ сияқты қуырып аламыз. Өте дәмді әрі жеңіл тағам. Үйдегілерге міндетті түрде ұнайтынына сенімдімін. Пісіріп көріңіздер. Ас